Бала емес, байлық керек болған. Бала көтерсең қуанып, көтермесең соған да көнем деген бірде-бір еркек болған емес. Гүлназ бақытты болғысы келді. Бірақ ол үшін көп нәрсенің керегі жоқ еді. Тек тыныш өмір, сәнді киім, таза үй және еркіндік. Иә, дәл осы еркіндік үшін ол бала көтеруді қаламады. Бұл шешімін ол өзімен ғана емес, күйеуімен де бөлісті. Нұрбол алғашында түсінгендей болды. Сенің таңдауың менің шешімім деді. Бірақ жылдар өте келе, бұл сөздер жалған үмітке, сосын өкпеге, ақыры салқындыққа айналды. Тойдан кейін 1 жылдан соң ене үйге кіре бастады. Неге әлі жоқ? Не күтіп жүрсіңдер деген сұрақтар мен астарлы әңгімелер Гүлназдың жүйкесін жұқартты. Бірақ ол ашуланбады, тіпті ашық қарсы шықпады да. Жай ғана үндемей жүре берді. Өзін өзі қорғаудың ең күшті тәсілі үнсіздік екенін ол ерте түсінген еді. Күндердің күнінде Нұрболдың көзінен бұрынғыдай мейірім емес, белгісіз салқындықты байқады. Сол сәтте алғаш рет ойланып қалды. Шын мәнінде мен бақыттымын ба? Көршілердің баласы жүгіріп өтіп бара жатты. Әрі-бері айнала берген соң оны шақырып алды. Қалайсың, айналайын? Деді басынан сипап. Бала күліп жүгіріп кетті. Бірақ оның алақанында қалған кішкентай жылулық жүрегіне қадалып қалғандай болды. Сол түнде ұйықтай алмады. Өз ішіндегі бос кеңістікті сезінді. Үйдің іші қапырық, тынысы тар. Бірақ терезе ашуға да ерінген. Біреудің анасы болу, өзіңді жоғалту емес, өзіңді табу екен ғой деген ойы алғаш рет мазасын алды. Ертесі күні күйеуі заттарын жинап кетті. Сені сүйдім, бірақ бірге болу мүмкін емес деген бірақ ауыз хат қалдырыпты. 5 жыл ішінде бар арманы мансап, байлық, әдемі өмір. Бірақ жүрегі бір нәрсені түсіне алмай дал, неге осының бәрі енді бос көрінеді. Сол күні поштамен бір хат келді. Кішкентай ақ конверт. Үстінде өзінің аты. Бірақ жөнелтуші көрсетілмеген. Хаттың ішінен тек бір сөйлем. Сен менің анам болуға лайық болмадың. Кей хаттар ашылмай жатып жүректі жаралап үлгереді. Гүлназ конверттегі жазуға қайта-қайта үңілді. Қара сиямен мұқият жазылған өз аты. Бірақ белгісіз жазу. Сыртында мекенжайда, жөнелтушіде жоқ. Тек ішінде бір парақ бар. Ашуға дәті бармады. Қолы қалтырап, жүрегі тарс-тұрс соғып тұр. Оқығым келмейді деді іштей. Бірақ дәл сол сәтте бүкіл өткен өмірі бөлмеге жайылып кеткендей болды. Қанша жылдан бері жүрегінің түбінде жасырған ойлары қайта тірілді. Неге мен ана болмадым? Неге мен одан қаштым? Деген сұрақтар санасын тесіп өтті. Ол ешқашан баланы жек көрмеді. Бірақ бір сәттік таңдау, сол бір ерте жастағы шешім оның өмірін түбегейлі өзгерткен. Ол кезде ол өзін қорғап жатырмын деп ойлады. Болашаққа сенген, аналық шектеу деп санаған. Бірақ уақыт өте келе, өзін өзі шектегенін кеш ұқты. Жанында қазір ешкім жоқ. Тым-тырыс үй, қабырғасында ілулі тұрған сәнді суреттер ішіндегі бос орындарды толтыра алмады. Сол кеште ол хатты ашқан жоқ. Жай ғана үстел үстіне қойды. Бірақ дәл сол сәттен бастап оның тыныштығы жоғалды. Келесі күн. Тағы бір ақ конверт. Бұл жолы да атына. Жазуы басқа. Бірақ сол баяғы үнсіз белгісіздік. Бұл енді кездейсоқтық емес. Бұл біреудің нақты ойы. Гүлназ қорқа бастады. Біреу оны бақылап жүргендей. Әлде ар ұяты ма? Ар жағында кім тұр? Бірер күн өтті. Бірақ сол екі хат көз алдында. Әлі ашылған жоқ. Бірақ олардан тараған белгісіз ауа үйді түгел жайлап алғандай. Теледидарда, кітапта, терезенің сыртындағы өмірде ештеңе бұл ойдан алаңдата алмады. Түнде түс көрді. Бөтен дауыс. Менің даусымнан қорқасың ба? Шошып оянды. Терлеп кеткен. Аяғы жерге тимегендей. Хаттар үстелде. Ашылмаған, бірақ ішіндегі сөздер әлдеқашан жүрегінде оқылып қойғандай. Адам кейде сөзсіз үннен де шошиды. Гүлназ үшін күндер енді бір-біріне ұқсап кеткен. Таңертең тұрады, кофе ішеді, хат жәшігін қайырады. Және тағы бір ақ конверт. Бір парақ. Ашылмаған кешегі екеуінің қасына қойды.
Енді олардың саны 3. Ашылмаған хаттардың саны артқан сайын үй ішіндегі үнсіздік қоюлана түсті. Гүлназ бұл үнсіздіктің ішінде өз дауысының жоғалып бара жатқанын сезді. Кейде өзі жазған күнделігін ақтарып отырады. Бір бетінде былай деп жазылған екен: бала жауапкершілік емес, құрбандық. Мен өзімді жоғалтқым келмейді. Ол бұл сөйлемді жазған күнді есіне түсіре алмады. Бірақ сол сөздердің ар жағында жасқану, қорқыныш, жара бар еді. Ол өзі қорықты. Тек ана болудан емес, жүрегімен байланып қалудан, біреуге түгел сеніп қоюдан қорықты. Хаттарды кім жазып жатыр? Бұл сұрақ маза бермейді. Психолог па? Кінә тағушылар ма? Әлде бір кезде ұмытылған таныс па? Ол тіпті интернеттен анасына ашуланған балалардың хаты дегендерді іздей бастады. Бірақ ондай оқиғаларда бір ұқсастық жоқ. Оның хаттарындағы жазу тыныш, кекшіл емес. Бірақ дәл жүрекке қадалғандай. Бір түнде есік алдынан көлеңке көрінді. Терезеден сыртқа үңілді. Ешкім жоқ. Бірақ пошта жәшігінде тағы бір хат. 4. Бұл жолы Гүлназ хатты ашуға ниеттеніп үстелге отырды. Бірақ қолы дірілдеп парақ шетінен ұстай алмай қойды. Әрбір сыбдыр құлағын жарып жібере жаздады. Не болса да білгім келеді. Болды, деді ішінен. Бірақ дәл сол сәтте бір нәрсе тоқтатты. Ашпады, қайтадан орап үстел үстіне қойды. Демі тарылып, орнынан тұра алмай қалды. Телефонын алып жедел жәрдем нөмірін терді де соңында өшіріп тастады. Ол дертті емес еді. Ол әлдебір шындықтан қашып жүрген жан еді. Таң атқанша ұйықтай алмады. Шамды жақты. Үстел үстіндегі конверттер 4. Бәрі де ақ түсті. Еш белгі, еш таңба жоқ. Бірақ сол сәтте Гүлназ олардың ішіндегі не барын білмесе де бір нәрсеге сенімді болды. Ол хаттар жай қағаз емес. Олар өзінен жасырған өткеннің көлеңкесі еді. Кейде өз өткенің жау емес, айна. Бірақ ол айнаға қарауға батырлық керек. Гүлназ енді бұрынғыдай тыныш өмір сүре алмады. 4 хат бәрі де көз алдында. Әр парақ жүрегіне қадалған ине сияқты. Оларды ашуға да қорқады, көзден таса қылуға да дәті жетпейді. Күндердің күнінде ол шешесін іздеп барды. Үнсіз отырып шай ішті. Тақырыпқа келмегенмен сұрақтар ішінен шығып тұрды. Анашым, сен неге менің бала тумағаныма ешқашан қарсы болмадың, деді кенет. Анасы сәл жымиып шай кесесін үстелге қойды. Сен өзің шешім қабылдаған қызсың. Мен араласқым келмеді. Бірақ бірдеңе жетіспей тұрғанын ішім сезетін. Бұл сөздер қысқа, бірақ салмақты болды. Анасының көзіне алғаш рет күмән емес, өкініш ұялағандай болды. Кетерінде анасы: сен соңғы кезде өзгере бастадың. Бір нәрсе мазалап жүр. Не болды, Гүлназ? Деді. Гүлназ үндемеді. Хаттар туралы айтуға тілі бармады. Келесі күні ол күйеуімен ажырасқаннан бері араласпаған ескі құрбысын іздеді. Бір кездері екеуі жақын еді. Жан сырын бөлісетін. Қазір арада жылдар, салқындық, жаттық бар. Бірақ ол өзіне жақын адам іздеді. Құрбысы оны көріп таңғалды. Гүлназ, сен шаршағансың. Ішіңде не бар, бөлісші. Сен ешқашан осылай әлсіз көрінбейтін едің. Мен әлсіз емеспін. Тек біреу маған үздіксіз хат жазып жүр. Бірақ кім екенін білмеймін. Тіпті ашуға қорқам. Біреу мазақтап жүрме? Әлде өткеніңнен біреу ме? Гүлназ осы сұрақтан кейін бірден үнсіз қалды. Көңіліне күдік кірді, мүмкін бұл Нұрбол шығар. Қайтпақ болды ма? Жазалап жүрме? Немесе тіпті өзі жасатқан түс кезінде тірі қалған бір бала. Ол ойдан шошып кетті. Мұндай мүмкіндіктің өзі ақылға сыймайтын. Ол түнімен бұрынғы медицина құжаттарын ақтарды. Бір ауруханадан екіншісіне ауысқан анықтамалар. Бірақ бәрі заңды. Қағаздар жүктілік тоқтатылды деп жазған. Еш күдік жоқ. Бірақ Гүлназ сезімге сенді, қағазға емес. Сол түні тағы да хат келді. 5. Қолы қалтырап кетті. Бұл жолы әлде бір тоқтам болғандай. Хат басқаларынан сәл қалыңдау. Парағы бүктелгенде із түсіп қалған.
Бір шетіндегі кішкентай иісі жүрегін удай ашытты. Бұл иіс өзіне таныс еді. Бірақ қайдан? Сол түні ол хатты ашпады. Бірақ бірінші рет өзін дайын сияқты сезінді. Егер ол менің өткенім болса, мен одан қашпаймын, деді дауыстап. Ол шамды сөндірді. Терезенің сырты тыныш. Бірақ іші дүрлігулі. Хат төсегінің қасында, үстелде. Ертесі таңертең оны ашатынын өзі де білді. Тыңдарман да сезіп отыр. Кейбір хаттар кеш келеді. Бірақ ол кеш келгенімен шын келеді. Таң ақырын ғана ата бастады. Гүлназ түнімен ұйықтаған жоқ. Үстел үстіндегі 5-ші хатқа қарап отыр. Бұл жолы қорқыныш аздау еді. Керісінше тыныштық, іштей дайындық. Не болса да біліп алу керек. Ол ақырын қолын созды. Конвертті ашты. Парақ салмақты, сәл сарғайған, шетінде ескі иісі аңқып тұр. Жазу, түзу, мұқият, әйел қолымен жазылғаны көрініп тұр. Бірақ басталған жол жүрегін тіліп өтті. Саған ештеңе жазбаған адамнан. Мен сенің анаңмын. Бірақ сен менің қызым емесің. Мен сенің өміріңе араласпағамын. Бірақ сен менің тағдырымсың. Гүлназдың тынысы үзіліп кетті. Ол парақты қолынан түсіріп алды. Бірақ хат жалғасып жатты. Ол оқи бастады. Есіңде ме, 19 жасыңда ауруханада жалғыз қалған күнің? Сен сол күні түсіп жасаттың. Ол сенің таңдауың болды. Сен оны қажетсіз еттің. Бірақ сол баланың жүрегі тоқтаған жоқ. Дәрігерлер қате жіберді. Жатырдағы бала тірі қалған. Бірақ саған бұл айтылмады. Сені ерте шығарып жіберді. Ол сәбиді мен асырап алдым. Өмір бойы оны жақсы көріп бақтым. Ол менің қызым болды. Ал сен оның шын анасы едің. Сен оны ешқашан көрген жоқсың. Бірақ мен оған шындықты айттым. Ол өскенде мен оны жек көрмеймін. Тек хат жазғым келеді деді. Бірақ ол тым ерте кетті. 16 жасында ауырып қайтты. Бұл хаттар оның соңғы тілегі еді. Ол: мені өмірге әкелген анам ештеңеден қорықпасын. Мен оны кешірдім. Ол мені таңдамаған шығар, бірақ мен оны таңдадым деді. Ол хаттарды маған жаздырды. Мен тек жеткізушімін. Сенің атың Гүлназ, мен оның өлер алдындағы ең соңғы айтқан сөзі есімде. Ол мені білмесе де, мен оны жақсы көрем деді. Соңғы парақ, соңғы хат осы еді. Енді сен білесің. Енді сен жалғыз емессің. Гүлназ көпке дейін қозғала алмады. Көзінен бір тамшы жас ақты. Сосын тағы бірі. Ол ешқашан өзін ана деп санаған емес. Бірақ бүгін анасы өлген қыздың анасы екенін түсінді. Хаттың шетінде бір кішкентай сурет бар еді. 16 жасар қыз. Көзі өзінікіне ұқсас. Жымиғаны әкесіне ұқсас шығар бәлкім. Сол сәтте Гүлназ бірінші рет жай ғана жылай салды. Бұл жылау өкініштің де, жеңілдіктің де, махаббаттың да көз жасы еді. Кей аналар баласынан бас тартады. Ал кей балалар анасынан бас тартпайды. Оқиға осымен аяқталды.